Саламатсыздар жігіттер. Бүгін мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып Enel компаниясының кардиоформула өнімі және жүрек жайлы. Қай кезде кардиоформуланы қолданамыз, қай кезде оны біз қолданбаймыз, қандай адамдар оны ішу керек. Бүгінгі тақырып сол. Сонымен кардиоформула өнімі Enel компаниясының өнімі болып табылады. Не үшін қолдануымыз керек? Өндірушілердің айтуы бойынша бұл қан айналымын жақсартады біріншіден, холестерин мен қантты төмендетеді. Білесіздер, холестерин өте маңызды рөл атқарады адамның денесінде. Бірақ кейде көбейіп кеткен кезде ол қан тамырларын жауып атеросклероз деген ауруға алып келеді. Атеросклероз өз кезегінде инфаркт, инсультқа, адамны инвалид немесе адамды қайтыс болуына өте көп себепші болатын сондай бір жақсы емес аурудың бір түрі. Сонымен жүректің жұмысын жақсартады, қан қысымын реттеуге көмектеседі, қан тамырларының қабырғасын, серпімділігін сақтайды. Бұл өте маңызды жағдай, өйткені адамның давлениесі көтерілгенде қан қабырғасы қатты болатын болса, особенно атеросклерозда ол жыртылып кетеді, одан кейін жүрекке, миға қан құйылады. Сондықтан мүмкіндігінше адам қартайған сайын қан тамырларының серпімділігі төмендейді. Адамның биологиялық жасы, одан кейін жалпы өзінің жасына сай жасы болып екіге бөлінеді. Сол жасты білу үшін адамның мойнындағы қан тамырларының қабырғасын өзіге түсіріп білуге болады. Егер де қан тамырлары жұмсақ, серпімді болатын болса, значит адам өзінің жасына сай емес, кішкене жас болып табылады. Керісінше қатты болып қалатын болса, ол наоборот жасы 40-та болса да 50-дегі немесе 55-тегі адамның жаңағы организмдегі өзгерістер уже болып жатыр деген сөз. Сондықтан қан тамырларының серпімділігі өте маңызды. Содан кейін жүрек ауруларының алдын алады. Асқынулардың алдын алады, дәлірек айтқанда. Бұл сондай Enel формуласының өнімі. Енді жүрек жайлы айта кетейік. Жүрек бұл адамның денесіне насос қызметін атқарады. Адамның денесінде 60-80 рет минутына соғады. Адамның бір күнде 360 литр қанды денеде айландырып айдап отырады. Бұның жұмысы сондай. Екі қан айналым шеңбері несі бар, жүйесі үлкен қан айналым шеңбері, одан кейін кішкентай қан айналым шеңбері деп айтады. Сол қанды айландырып тұратын осы жүрек болып табылады. Жүректің қызметі осы. Енді жүректе қандай ақаулар болуы мүмкін? Бұл біріншіден туа біткен ақаулар. Білесіздер, адамды туған кезде, бала туған кезде әр баланың 1000 бала туылса, соның 8-інде жаңағы не болады? Ақаулар болуы мүмкін. Бұл врожденный дейді. Бұл неге байланысты? Бұл инфекциялық ауруларға байланысты. Егер анасы 3 айға дейін алғашқы бірінші триместрде 3 айға дейін егер де гриппен ауыратын болса, және басқа инфекциялармен ауыратын болатын болса, ол баланың жүрегіне әсер етіп, бала ақаумен туы мүмкін. Бұл бір жағдай. Екіншісі, бұл жүрек қан тамырларының өзінің аурулары. Бұған қандай себептер? Бұл біріншіден артық салмақ, ожирение болуы мүмкін, холестериннің көптігіне байланысты. Одан кейін көп қозғалмай бір орында егер адам көп отыратын болатын болса, бұл уже салмаққа байланысты емес. Жалпы жұмысыңыз сондай болатын болса, бір орында тұрып істейтін жұмыс болатын болса, жүрекке ол да әсер етеді екен. Тұқым қуалау, кішкене кейбір адамдар, мысалы әке-шешесі ауыратын болатын болса, кішкене предрасположенность болады жүрек ауруларына, сондықтан оны байқау керек. Ол группа рискіге кіреді ондай адамдар. Сонымен бірге дұрыс тамақтанбау. Дұрыс тамақтанбау деген бұл жерде тек қана көп тамақ ішу емес, сонымен қатар тамақтың құрамында тұз көп, қант көп, болмаса май, жануар майлары өте көп болатын болса, ол да жүрек қан тамыр жүйесіне әсер етеді. Сонымен бірге темекі шегу, арақ ішу, темекі өте зиянды нәрсе. Жүрекке никотин жүректің жұмысын өте қатты нашарлатады. Сондықтан егер де вдруг ішетін болсаңыз, немесе темекі шегетін болсаңыз, мүмкіндігінше оны тастау керек. Әйел адам болсын, ер адам болсын, темекі негізі жақсы организмге әсер етпейді, оны білесіздер. Сонымен бірге стресс, кәдімгі барлық адамдарда стресс шығар. Қазір бізде кішкене адам стресске өте көңіл бөлмейді негізі. Азаннан кешке дейін жұмыс істейді, болмаса жұмыс істемесе де азаннан кешке дейін бір нәрсеге қатты переживать етіп, көп ойлана береді. Жалпы жүйке жүйесінің жұқаруы, мысалы жаңа стресстің болуы, жүрекке әсер ететін себебі бұл жерде қан тамырларының тарылып қалуы болады. Майда қан тамырларының, именно майда қан тамырлар бізде жүректе көп, өйткені жүректің өзінің коронарные сосуды деген бар, именно жүректің алды артында болатын жүректі қанмен қамтамасыз ететін, солар үнемі тарылып тұрады, сондықтан жүректің питаниясына бұзылады. Сол келе-келе ИБС, ишемический болезнь сердца деген бар, соған алып келу мүмкін. Сондықтан стресстен мүмкіндік болатын болса, құтылу керек, оны қалай да емдеу керек. Сондай жағдай. Енді не істейміз? Профилактикасы қандай? Бізде профилактика жасау үшін бірінші тамақтың құрамында
Б тобының витаминдері көп болу керек. Одан кейін магний, калий, темір көп болу керек. Өйткені магний, калий бізде өте сырт жақтан түсетін минералдар, оны біз көп тамақ арқылы көп түсіре алмаймыз, сондықтан оны сырттан қабылдау керек. Болмаса құрамында сондай тамақтарды көп жеуіміз керек. Одан кейін құрамында кофеині бар заттар, бұл кофе менен шай. Бірақ қазір мына дизи деген бар, горилла деген бар, энергетикалық сусындар. Оларда жүрек жұмысын, жүректің соғуын жиілетеді, өте зиянды заттар. Ол шай мен кофеден де асып кетеді олардың зияндылығы, сондықтан мүмкіндік болатын болса көп аз ішу керек, өйткені қазір оны жастардың өзі көп ішеді. Содан кейін тағы да не жағдай, одан кейін темекіні тоқтату, одан кейін зиянды заттарды, арақ ішу мәселесін кішкене тоқтату керек. Мүмкіндік болатын болса, одан кейін әр адам өзіне бір 15 минут уақыт бөліп, кішкене демалу керек деп айтады. Демалғанда қандай ұйықтап жату емес, бұл йогамен заниматься ету, спортпен заниматься ету, медитация жасау, мүмкіндік болатын болса, ештеңені ойламай миды тынықтыру. Егер бұл стресске қарсы нәрсе, жүрек қан тамыр жүйесіне бұл жақсы әсер етеді. Енді Enel компаниясының өнімі кардиоформуланың құрамына керек. Біріншіден бұл жерде resveratrol деген зат бар, одан кейін полифенол красная винограда дейді. Бұл жерде бұл екі зат жүзімнің біреу қабығынан, біреу жүзімнің сүйегінен алынады. Бұл өнім негізі медицинада, фармакологияда өте кеңінен қолданылады. Не үшін? Бұл қан тамырларын қатайту үшін. Бұл геморройда, одан кейін варикозное расширение, варикоз ауруларында көп қолданылады. Сондықтан бұл жерде бұл коронарный сосуды деген бар. Жүректің өзін қанмен қамтамасыз ететін тамырлар, солардың қабырғасын қатайтады. Айттым ғой, міндетті түрде негізі қабырға серпінді, одан кейін жұмсақ болып тұру керек, өйткені жыртылып кетпес үшін. Екінші ацерола. Ацерола деген бұл тропикалық бір жеміс, ол жерде құрамында өте көп витамин С бар. Ол не үшін керек? Бұл жерде бұл коллагеннің синтезіне қатысады. Өткен жол коллаген жайлы айтқанда айттым, көрмесеңіздер тыңдасаңыздар болады коллагенді. Коллаген бұл адам денесіне 30% белокты құрайды. Бұл қан тамырларының серпінділігін жақсартады, буындарға қатысады. Коллаген аз болғанда адам тез қартаяды, шаш тырнақтың сапасын нашарлайды. Одан кейін буындар, қан тамырлары нашарлайды, тез қартаяды, одан кейін серпінділігін төмендетеді. Одан кейін тағы да мелиса деген зат бар. Мелиса бұл неде? Жүректің ырғақтың бір қалыпты соғуына мүмкіндік береді. Тағы да бір зат, маған ұнайтын бірде коэнзим бар. Коэнзим Q10 деген нәрсе бар. Бұл неге? Бір ауызбен бір қысқаша айтып кеткенде, бұл адам денесінде пайдаланатын мынау энергия шығаратын өнім. Былайша айтқанда бізде бір клеткаларда митохондрия деген зат бар. Митохондрия деген органеллы, бұл клетканың ішінде болады, биологиядан естеріңізде шығар. Бұл адамның денесінде электростанция. Былайша айтқанда кішкене пеш сияқты, әр клетканың өзінің пеші болады. Бұл адам денесіне шығаратын энергия. Мына біздің денемізде шығып тұрған жылу, сол митохондрия шығарады. Бұл бүкіл денеде болады, барлық клеткаларда болады, бірақ әсіресе жүректе, мида, одан кейін бұлшықетте көп болады. Өйткені именно осы органдар көп жұмыс істейді. Сондықтан ол жерде митохондриялардың саны өте көп болады. Енді осы электростанция дейді, оны болмаса мен пеш деп жатырмын, адам энергия шығаратын. Сол бұл митохондрия пеш болатын болса, коэнзим Q10 деген соған жағатын кәдімгі көмір. Сондықтан коэнзим Q10 көп болатын болса, адамның жүрегінің жұмысы жақсарады, жүректің соғуы күшейеді, одан кейін қан қысымын реттеуге көмектеседі. Былайша айтқанда, жүректің коэнзимнің жетіспеушілігінен жүрек нашар жұмыс істейді. Оның қанмен қамтамасыз етуі, энергиямен қамтамасыз етуі нашарлайды. Сондықтан жүрек тез тозып, тез шаршап қалады, ауруға тез шалдығады. Сондықтан коэнзим Q10 негізі ол бөлекте, жүрек ауыратын адамдарға бөлек беріледі, кейде отдельно. Бірақ бұл жерде ол препаратты коэнзимді қосқан. Сондықтан Enel компаниясының бұл өнімінде кардиоформулада уже коэнзим бар. Значит, бұл жүректің жұмысын жақсартады деген сөз. Кейде бұлшықеттердің себепсіз ауруы сол коэнзимнің жетіспеушілігіне байланысты деп айтады. Былайша айтқанда энергия жетіспей қалады. Адамның денесіне энергия жетпеген кезде, бұлшықет көп жұмыс істейтін кезде, сол кезде ол ауырсынып, содан коэнзимнің жетіспеушілігін білдіреді. Кейде сондай да жағдай болады. Сонымен біз қай кезде кімдерге бере аламыз? Біріншіден қан қысымы жоғары адамдарға, одан кейін ожирениемен страдать ететін адамдарға, темекі шегетін 40-тан асқан ер адамдарға, одан кейін тұқымда мамасында, папасында, атасында давлениемен ауырған адам, инфаркт, инсульт алған адамдар болатын болса, міндетті түрде береміз. Бұлардың бәрі группа рискіға жатады. Ер адам 40-тан асқан болса, темекі шегетін болса, тұқым қуалайтын болса, ер адамның өзі уже группа рискіға кіреді, өйткені ер адамдар негізі көп ауырады. Жүрек қан тамыр ауруларымен. Сонымен қатар кімге береміз? Сахарный диабет бар адамдарға.
ожирение, сахарный диабетпен ауырған адамдар міндетті түрде бұл препарат ішу керек. Екі жағдайда, бірінші профилактика ретінде ішеді, бір жағдай, екіншісі жаңа жүрек ауруы, давлениесі болатын болса, или жүрек бір жүрегінде бір проблемалар болатын болса, осы витаминдерді ішуге болады. Неге? Жаңа айтты, қан айналымын жақсартады, қанның жаңағы давлениенің қысымды реттейді. Одан кейін самое главное, жүректің өзінің питаниясын улучшать етеді. Былайша айтқанда, жүрекке бұл энергия беретін, тамақ беретін сондай бір өнім болып табылады. Түсіндіріп айтылдым деп ойлаймын. Мүмкіндік болса сұраңыздар, сұрақтарыңыз, информация негіз көп, барынша қысқа жауап беруге тырысып жатырмын, бірақ сонда да информация негіз көп қалып кетті. Сұрақ болса сұраңыздар, лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар, міндетті түрде. Бұл адамдар, көп адамдар көрсін бұл информацияны. Сіздер лайк басқан сайын, подписка жасаған сайын, YouTube білесіздер, бұл нені көтере береді. Көп адамдарға таратады. Мен қазір өзім көріп жатырмын, бұл Қазақстан, уже Өзбекстан көріп жатыр, аз болса да просмотрлар. Сондықтан қойыңыздар, подписка жасаңыздар, барлық информация тарасын жан-жаққа. Жақсы, үлкен рахмет сіздерге. Сау болыңыздар.